армысыздар. Бүгінгі эфир тізгінінде Көкшетау қаласы номер 2 мектеп лицейінің 10 сынып оқушысы Сансыбаева Жанна. Және мен сіздерді жасампаздар менің өлкемнің тұлғалары мен батырлары номинациясы бойынша еңбекпен елге танылған Есмағамбет Мұсатай ғалымұлы тақырыбында жасалған жұмысымен таныстырсам деймін. Мен ақында жазушыда емеспін, бірақ менің басты мақсатым қазақ тарихында елеусіз қалған деректерді жұртшылыққа жеткізу, сонымен қатар халқымыз әдебиетінің үлгілерін қазақ халқына жария ету. Есмағамбет Мұсатай ғалымұлы 1952 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Рузаев ауданы Шұқыркөл ауылында дүниеге келген. Өлкетанушы, фольклортанушы ғалым, физика-математика ғылымдарының кандидаты. Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің профессоры. 1973 жылы Қарағанды мемлекеттік университетінің математика факультетін лениндік стипендиат болып үздік бітірген. Математикадан 2 кандидаттық диссертациялық жұмыстың ғылыми жетекшісі. 1973-1999 жылдары Бөкетов атындағы университеттің математика факультетінде оқытушы, доцент, Қарағанды педагогикалық институтында декан, 99 жылдан Қарағанды экономикалық көпсалалы гуманитарлы техникалық университетінде доцент қызметін атқарған. Мектеп мұғалімдеріне математикадан 40 баспа табақ, математикалық талдаудан жоғары оқу орындарына оқу құралын 20 баспа табақ, функционаларды жуықтау теориясынан 10 баспа табақ, қатарларды жинақтау теориясынан арнайы курстарын, ұлы математика, эконометрика, ақпараттарды талдау және операцияларды зерттеу, экономикалық білім негіздер үнемдану курстарын жазған. Қазақ этнографиясын 1975 жылдан бастап зерттеп келе жатқан ғалым. Оның зерттеу жұмыстары өзінің авторлық еңбектерінде және жұлдыз, қазақ әдебиеті, тағы басқа басылымдарда жарық көрген болатын. Мұсатай ғалымұлы өлкетанушы ретінде Қазақстанның атақты тұлғаларының сөздерін жинақтайды. Автор Атығай, Қарауыл, Уақ, Керей, Найман, Қыпшақ сияқты көптеген мәдениеттер мен руларды зерттеу бойынша өз зерттеулерін Атығай этнологиясы, Қыпшақтар және тағы басқа кітаптарында жариялады. 150-ге тарта ғылыми танымдық жұмыстардың, оның ішінде 7 оқулықтың, 2 монографияның авторы. Оқырман қауымға танымал болған Асыл сөз, Алтынның сынығы, Құмды қазына, Дала даналары, Құлсары даналары атты шығармалары әдебиеттану, тарих ғылымдарының дамуына сүбелі үлес қосқан. Ақмола облысы энциклопедиясы авторларының бірі. Қазірдің өзінде республикалық облыстық газет-журналдарда мақалалары үзбей жарияланып тұрады. Тұлғаның бір шығармасына қысқаша тоқталып кетейін. Мысалы, Ақмолалық асылдар деп аталатын 3 томдық жинағында Ақмола, Көкше, Есіл өңірінде өмір сүрген, осы жерлерді сыртқы жаудан қорғаған хандар, батырлар, әулиелер, күйші, шежіреші, өнерпаз, сынықшы және тағы басқа қоғам қайраткерлері, Кеңес одағының батырларының сөздері, өмірлерінің кейбір белестері алғаш рет құрастырылып жинақталған. Бұл жинақтағы мәліметтер Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының ғылыми кітапханасының сирек қорынан, облыстық мемлекеттік мұрағаты, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Қостанай, Омбы облыстық мұражайларының құжаттары негізінде алынып жазылған. 2007 жылдан бастап облыстық теледидардан әр жұма сайын мұра хабарын жүргізген. Қазақ поэзиясының ақтаңдағы Төлеген Қажыбаев Мұсатай ғалымұлы мен ұлы Чехов өмірлік ұстанымдары бірдей тұлғалар деген баға бергенімен, мен осы Асылдың сынығы, қазақ тарихының жанашыр тұлғасына көзінің тірісінде мемлекет тарапынан марапат беріп, сонымен қатар Мұсатай ғалымұлы туралы тек Ақмола облысы көлемінде ғана емес, бүкіл қазақ жұрты біліп, еңбектерімен танысып, шын бағасын берсе екен деп қорыта айтқым келеді. Әр азаматтың парызы өз халқының тарихын, тағдырын білу болып табылады, деп санайды Мұсатай ғалымұлы.